Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Буташка. Бүгін мен каналымда сіздерге өте ерекше тағамның жасалу түрімен бөліскім келіп отыр. Яғни бұл қатпарлы қамырдан бөрек дайындау. Бұл түрікше тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдам. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Ең алдымен қамырын илейтін боламыз. Ол үшін 3 стакан ұнымызға 1 қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, 1 стакан су қосып, қамыр илейтін боламыз. Суды осылай бірінші жартысын қосамыз, содан соң қалғанын қосамыз. Ең алдымен қасықтың көмегімен араластырып, содан соң қолмен араластырып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Мен бұл жерде барлық өлшемдерді осындай ыдыстың көмегімен айтуды жөн санадым. Себебі кейбіреулеріңізде таразы болмауы мүмкін, сондықтан осылай ыдыстың көмегімен айтуды жөн санадым. Осы артық су қоспаңыздар. Осы мен берген рецепт бойынша өте керемет қаттылау қамыр шығады. Осылай июін қандырып 5-6 минутта илеп, содан соң ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Яғни осы қамырымызды 8 бөлікке немесе 10 бөлікке бөлеміз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Барлығын бөліп дайындап аламыз. Кесіп алған қамырымыздың барлығын делік шариктер жасаймыз, яғни барлығын домалатып дайындап аламыз. Содан соң аз ұнның көмегімен қамырларымызды жая бастаймыз. Қамырларды өте қатты үлкен қылып жаюдың қажеті жоқ. Осылай мен видеода көрсеткендей кішкентай қамырларды жайып дайындап шығамыз. Осылай барлық 8 қамырда мен көрсеткендей барлығын жайып дайындап қойдық. Енді май дайындайтын боламыз. 80 грамм сары майымызға 40 грамм сұйық май қосып, барлығын араластырып ерітіп аламыз. Содан соң қамырларымызды осы майға орналастыратын боламыз. Міндетті түрде ең астына май жағып, соның бетіне қамырларымызды орналастырамыз. Қамырдың бетіне де майымызды жағамыз. Осылай барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз. Содан соң бұның бетіне келесі қамырды қойып, тағы да май жағатын боламыз. Осы әдісті қатар-қатар қамырларымыз біткенше жалғастырамыз. Барлығына қатар-қатар май жағуды ұмытпаймыз. Әр қамырға май жағылу керек. Кейбір адамдар қамырым жабысып қалды деп жатады. Бұл осы май жағуды ұмытып кетудің арқасында немесе осы майда көп ұстап қойған уақытта қамырларын жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан көп уақыт ұстамаймыз және де барлық қатарына майды жағып шығамыз. 10 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біз начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге үлкендеу 2 пияз керек. Пияздың барлығын осылай майдалап турап дайындап қоямыз. Сонымен қатар 2 үлкендеу картошка керек болады. Ол картопты да осындай мен теркадан өткіздім. Қаласаңыздар, қалауыңыз бойынша майдалап турап қоссаңыздар да болады. Сонымен қатар бізге фарш керек болады. 200 грамм фарш, одан көп немесе одан аз қалауыңызша қоссаңыздар болады. Осының барлығын қуырамыз. Қызып тұрған майға ең алдымен пиязымызды қуырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Әрқайсысын 2-3 минуттан қуырамыз. Пиязды қуырып болғаннан соң үстіне фаршымызды салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Не біздің фарштарымыз да қуырылып болды. Енді үстіне картоптарымызды салып, барлығын жақсылап араластырып 2-3 минут қуырамыз. Содан соң татымына қарай тұзын, бұрышын және де паприкасын қосатын боламыз. Барлығын қосып, жақсылап араластырып, бір қуырамыздағын бетін жауып 3 минутқа немесе 4 минутқа қалдырамыз. Содан соң біздің начинкамыз дайын болады. Арада 10-15 минут уақыт өткеннен соң қамырларымызды шетінен алып соза бастаймыз. Бірден қатты созып жібермеңіздер, ол кезде қамырларыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Осылай жайлап шетінен жаймендеп соза бастаймыз. Жай созамыз. Өте серпімді, өте созылғыш қамыр болып келеді және созған сайын өте керемет қамыр шығады. Барлығын осы видеода көрсетілгенде жасасаңыздар, тура менің жасағанымдай шығатын болады. Барлығын созып болғаннан соң осы қамырдың шетінде сәл қалыңдау жерлер болады. Сол қалыңдау шетін алып тастаймыз. Қамырым жыртылып кетеді деп қорықпаңыздар, өте тез алынады, қамырыңыз жыртылып кетпейді. Барлығын алып тастаймыз дағыны. Қамырдың кішкене бөлігін 2 бүктейміз. Сол жерге біз
салмамызды саламыз, яғни начинкамызды салатын боламыз. Алдын ала дайындап қойған начинкамызды салып, енді формаға келтіріп орай бастаймыз. Екі шетін жабамыз, видеода көрсетілгендей, және де шетінен жайлап орай бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез оралады және де жабыспайтын керемет қамыр шықты. Міне келесі тағы бір қамырды көрсетейін. Осылай жаймен барлық шетін тартып созамыз дағыны. Бірден қатты тартпаймыз, ескертетін жағдай. Барлығын шетінің қалың жерін алып тастаймыз. Қалың шетін алғанда қамырымыз жыртылмайды. Барлық жерін алып, тағы да жаңағы процесті қайталаймыз. Қамырымызды екі бүктейміз. Бүктелген жеріне начинкасын саламыз. Және де екі шетін осы начинканы жауып бекітіп, қайтадан қамырымызды орай бастаймыз. Осы процесті қамырымыздың барлығы аяқталғанша жасаймыз дағыны, барлығын дайындап, осылай формаға келтіріп, ыдысымызға орналастырамыз. Осылай астына май жағып, противеньге орналастырсаңыздар болады, немесе өздеріңіз қалауыңызша астына пергамент қағазын төсеп, қамырларыңызды орналастырсаңыздар болады. Мен барлығын осындай формаға келтіріп, ыдысқа орналастырдым, және де бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаңыздар. Барлығына жұмыртқа жағып, қалауыңызша жаңағы кунжутпен немесе макпен сәндесеңіздер болады. Осылай барлығын дайындап болып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште пісіреміз. 30-35 минутта пісуі мүмкін. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Осылай қызарғанша пісіріп дайындап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің бөректеріміз осындай керемет қатпарлы және де өте дәмді, қош иісті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.